Армысыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Алдарыңызда мен Айгерім Батырхан. Бүгін мен сіздермен жалпы банктен қарыз алған кездегі, кредит алған кездегі комиссияны қайтаруға бола ма? Және де қандай комиссияны қайтаруға болады? Ол үшін қандай документтер керек? Және де қазіргі заңгерлердің айтып жатқаны рас па? Шынымен де қайтарыла ма бұл комиссиялар? Сол жайында әңгімелесеміз. Алыстамаңыздар. Шынымен де комиссияны банктен қайтаруға болады. Мейлі сіздің кредитіңіз қазір өтеліп жатырсын, немесе егерде сіз жаңағы 1 жыл, 2 жыл бұрын өтеп тастасаңыз да, ол кредиттің комиссиясын қайтаруға болады. Бірақ қандай комиссияны қайтаруға болады? Жалпы біз банктен кредит алған кезде бірнеше комиссияны төлейміз, соның тек қана бір комиссиясын ғана қайтаруға болады. Ол былай айтылады: қарызға қызмет көрсеткені үшін ұсталатын ай сайынғы комиссияның сомасы. Егер де сіздің банктен алынған қарызды өтеу кестесінде осындай графа болса, жаңағы қарызға қызмет көрсеткені үшін ұсталатын ай сайынғы комиссияның сомасы деген графа болатын болса, сол графада көрсетілген ақшаның бәрін сіз қайтара аласыз. Бірақ та егер де сіз 3 жылға алып кредитті 2 жылдың ішінде жауып тастасаңыз, 1 жылын әрине ала алмайсыз. Жаңағы төлеген 2 жылыңыздың комиссиясын қайтарып ала аласыз. Ол үшін қандай документтер керек заңгерге? Ең бірінші, сіздің жеке куәлігіңіздің көшірмесі және осы банкпен жасалған келісім шарттың көшірмесі. Одан кейін осы өтеу кестесін, қарызыңыздың өтеу кестесінің көшірмесі керек. Одан кейін міндетті түрде сіз жаңағы заңгерге доверенность жазып бересіз нотариус арқылы. Ол 6300-6400 теңге шамасында. Не себепті дейсіздер ғой? Себебі сіздер жаңағы тып-тыныш үйде отырып, ал заңгер сіз үшін жаңағы талай ақпараттарды жинап, банкке арыз түсіріп, және де сотқа арыз түсіріп, сотқа барып, сіздің құқығыңызды қорғау үшін оған осы доверенность керек. Доверенность ол жаңағы сіздің атыңыздан бірнеше құжаттарды жинай алады, және сіздің атыңыздан сотқа арыз түсіре алады деген мағынада. Сондықтан да әрине доверенностьті кәдімгідей дұрыстап тұрып оқу керек. Не деп жазылғанын, оның жалпы басты шарты қандай, дұрыс бәрін оқып біткеннен кейін, егер де келіссеңіз, міндетті түрде доверенностьке қол қойып, жаңағы келісіміңізді беру керексіз. Сол кезде заңгер сіздің атыңыздан жұмыс істей алады. Одан кейін осы сіздің қайтарымды сомаңыз, жалпы қайтарымды қанша сома қайтарасыз? Мысалы, егер де сіз 500 мың теңге немесе миллион теңге комиссия төлеп келсеңіз, сол сомаларды сіз қайтара аласыз. Сол қайтара алатын соманың 1%-ын мемлекетке салық ретінде төлейсіз. Оның жаңа квитанциясы қолыңызда болу керек. Егер де ол квитанция болмаса, сот сіздің арызыңызды қабылдамауға құқығы бар. Және де ай сайынғы көрсеткіштің 0,5%-ын төлейсіз. Ол жаңағы 1263 теңге. Шынымды айтсам, ұмытып қалдым, оны не үшін төлеу керек екен, бірақ ол квитанцияда болу керек сізде. Ол квитанцияларды жаңағы Халық банк, Казком, сондай банктерде ғана төлейді, бірақ Каспий, Евразийский және де Форте банк ондай жаңағы мемлекетке төленетін ақшаларды қабылдамайды. Және де ең бастысы, шотыңыздың 20 сандық нөмірі болу керек. Ол кез келген шот болу мүмкін. Депозиттік, немесе жаңағы карточкаңыздан ай сайынғы жалақы алып жүрген сол шоттарыңыз болу мүмкін. Бірақ та әлеуметтік шоттар оған жатпайды. Ол әлеуметтік дегеніміз не? Ол жаңағы зейнетақы алатын, немесе түрлі әлеуметтік жәрдемақыларды алатын шоттарыңыз оған жатпайды. Бұл не үшін дейсіздер ғой? Бұл жаңағы сіздің қайтарымды ақшаңыздың түсу үшін. Қайтарған кезде сол ақша жаңағы қандай шотты бересіз, сол шотқа түседі. Так, осы документтерді алып келгеннен кейін жаңағы заңгерге өткізесіз. Ол заңгермен договорға отырасыз, келісім шартқа міндетті түрде. Келісім шартты да оқып дұрыстап қараңыз. Және де заңгерлер, біреулер жаңағы 20% алады, біреулер 30% алады. Ең қызығы, бұл заңгерлер жаңағы өзінің қызмет үшін ақы алған кезде сіздің қайтарымды сомаңыздан алады. Ол қазір мысалы сізге оған предоплата төлеудің қажеті жоқ. Және де ол жаңағы егерде міндетті түрде жаңағы қайтарым сіздің шотыңызға қайтқан кезінде
ғана барып ол жаңағы сізден сол 30 немесе 20% ала алады. Егер де қайтпаса ол ақша, ол алмайды. Және де міндетті түрде осы графаны жаңағы доверенность жазған кезде де, және де ол заңгермен келісімшарт жасаған кезде де осы графаны дұрыстап қараңыздар. Ақшаны төлейміз тек қана жаңағы осы қайтарым сіздің шотыңызға түскен кезде ғана. Егер де қайтарым, мысалы, сот оны қайтармаймыз деп шешетін болса, сіз заңгерге ешқандай ақша төлемейсіз. Сол міндетті түрде сіздің жаңағы келісім шартыңызда және де доверенностьта жазылу керек. Содан кейін, жалпы осы документтерді өткізгеннен кейін, заңгердің айтуы бойынша 2-3 айдың ішінде ақшаңызды қайтаруға болады. Ең көбі 5-6 айдың ішінде қайтарылады. Әрине 5-6 айдың ішінде 2 миллион, 3 миллион теңге жаңағы комиссия үшін алымдар солай ұзақ қайтарылады. Егерде 500 мың теңгеден төмен болса ақшаларыңыз, ол міндетті түрде жаңағы 2-3 айдың ішінде қайтарылады екен. Шын айтайын, мен өз басым бір заңгерлер 20% сұрады, бір заңгерлер 30% сұрады жаңағы қайтарымды соманың. 20% сұраған заңгерлер ол жаңағы сізге кейбір қажетті документтерді өзіңізге жинатып қояды екен. Ал 30% алатын заңгерлер олар өздері жинайды документтерді қажетті. Мысалы, банкке арыз түсіру керек. Жаңағы қарызға қызмет көрсеткен үшін ұсталатын ай сайынғы комиссияның сомасын қайтарыңыз деген. Ал банктен сізге ол соманы қайтармаймын деген отказной письмосы керек. Сол письмо жаңағы, сол письмо арқылы, сол хат арқылы сіз сотқа арыздан аласыз. Одан кейін сіздің жаңағы өтеу кестеңіздің тарихы керек. Демек, сіз қалай өтедіңіз? 1-1,5 ай, 3 ай немесе жаңағы просрочкада жүрдіңіз бе, немесе өтемей ұмытып кеттіңіз бе? Соның бәрін қарайтын жаңағы графиктің историясы керек, міндетті түрде. Сіздерге берген ақпаратым пайдалы болды деген үміттемін. Сұрақтарыңыз болса, астына қалдырыңыздар, және де осы мен өзім жаңағы өтініш білдірген компанияның, жаңағы заңгерлердің Instagram парақшасын астына қалдырамын. Егер де керек болып жатса, мағлұмат сол кісілерге хабарласа аласыздар. Ол кісілерді мен Instagram парақшасынан таптым. Іздеп отырып, Instagram парақшасынан таптым. Сондықтан да, бірақ шынымды айтайын, мен әлі ақшамды қайтарып алған жоқпын. Менің ісім жаңағы процесс барысында. Сондықтан да әлі 1,5-2 ай бар қайтарып алу үшін. Білмеймін, шынымен де бұл қайтарыла ма, жоқ па, бірақ заңгерлердің айтуы бойынша жаңағы документтердің бәрін қарап, саралап шығу бойынша қайтарылу керек ол комиссия. Және де заңгерлердің айтуы бойынша бұл беспроигрышный вариант деп айтады. Сондықтан да көре жатармыз. Егер де тағы да жаңағы кредитімнің ақшасын қайтарып жатырсам, жаңағы кредитімнің комиссияға алынған ақшасын қайтарып жатсам, сіздерге міндетті түрде ол жайында да айтамын. Бары берген ақпаратым осы. Сау болыңыздар.